Климакс жайлы сізді мазалаған сұрақтар. Бірінші сұрақ. Климакстың келгенін қалай анықтаймыз? Климакс кезінде аналық без сарқылады, яғни өзінің қызметін тоқтатады. Соның әсерінен эстроген гормонының өндірілуі де тоқтайды. Бұның әсері ең бірінші етеккір циклінің өзгерісінде болады. Етеккір цикл азая бастайды, кейін біртіндеп тоқтап қалады. Одан кейін кеудеге және бетке аяқ астынан, яғни кездейсоқ кенеттен келіп қалатын ыстық күйдіру сезімдері болады. Түнгі уақытта тершеңдік, соның әсерінен ұйқының бұзылуы, жүректің тез соғуы болады. Жүректің тез соғуын қалқанша безі аурулар кезінде және анемия кезінде де болады, сонымен шатастырып алмау қажет. Одан кейін шаш түсу, көңіл күйдің өзгерісі, либидоның төмендеуі, қынаптың құрғақтығы кездеседі. Қынаптың құрғақтығының салдарынан зәр шығару жолдарының инфекциясы, яғни циститпен жиі ауыра бастайсыз. Одан кейін зәр ұстай алмау кездеседі. Екінші сұрақ. Ерте климакс болуы мүмкін бе? Оны қалай анықтаймыз? Ерте климакс болуы мүмкін. Оны анықтау үшін фолликулостимулдаушы гормон, яғни ФСГ деп аталады. Сол жоғары болса қанда, одан кейін антимюллеровый гормон. Бұл гормон қанда төмен болса анықтаймыз. Және қосымша кіші жамбас қуысын УЗИ-ге түсіреміз және жатыр мойнын кальпоскоп аппаратымен қараймыз. Үшінші сұрақ. Қай уақытта климакс басталды деп есептеуге болады? Соңғы 12 айда, яғни 1 жыл ішінде етеккір келмесе, онда климакс басталды деп есептеуге болады. Климакс неше жылға созылады? Климакстың жалпы ұзақтығы 10 жылға дейін болуы мүмкін. Климаксты қалай емдейді? Климакс кезінде табиғи эстроген гормоны өндірілмейтін болғандықтан, оның орнын басушы гормоналды терапия қолданылады. Яғни, организмде табиғи өндірілетін эстроген гормонына ұқсас синтетикалық гормондар және әртүрлі шөптерден құралатын фитоэстроген, яғни шөптектес эстроген гормондары қолданылады. Оның түрлерін айта кететін болсақ, фемастон, анжелик, клевер, лигнан, соя изофлавондары қолданылады. Бұл дәрілердің барлығы климакстың ауыр белгілерін, симптомдарын басып, климаксты жеңіл түрде өткізуге септігін тигізеді. Ертерек климакс болмау үшін не істеу қажет? Немесе климаксты қалай кешіктіруге болады? Әрине, ең бірінші салауатты өмір салтын ұстану. Яғни, сіздің жыныс аймағыңызда қабыну процестері болатын болса, оларды ертерек емдеу қажет. Емдемей жүре бермеу, немесе спиральды салып алып, онымен тексерілмей 5 жыл, 10 жыл жүре беруге болмайды. Екіншіден, стрессті азайту. Әр нәрсеге қатты уайымдап, салынып кете беруге де болмайды. Оның барлығы аналық безге кері әсерін тигізеді. Үшінші, ол дұрыс тамақтану. Тамақ рационымызға астық тұқымдастарды, жеміс-жидектерді, көкөністерді, балықты, өсімдік майларын көп қосамыз, ал тұзды, алкогольді, тәтті тағамдарды шектейміз. Төртінші, ас қорыту жүйемізді реттейміз. Жиі іш қату болатын болса, таңертеңгі уақытта жүрек айну, ауызға қышқыл дәм келу, тері иісі өзгеруі, тағы іш кебу сияқты өзгерістер бұл организмнің уланып жатқанын білдіреді. Бұның барлығы да аналық безге кері әсерін тигізеді. Одан кейінгі қағида ол ұйқыны реттеу қажет. Кешкі сағат 10 мен таңертеңгі 7 аралығында ұйықтасаңыз, ол мелатонин гормонының жақсы бөлінуіне өз септігін тигізеді. Климакс несімен қауіпті? Климакстың қауіптері өте көп, себебі организмде эстроген жетіспеушілігінің салдарынан терінің қартаюы, салбырауы, организмнің қартайып кетуі, сүйектердің сынғыштығы ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Ал ең қауіптісі әйел адамдардың жатырында, аналық бездерінде және сүт бездерінде ісік тәрізді түзілістер пайда болуы мүмкін, яғни ракқа алып келуі мүмкін. Және кейбір гормоналдық дәрілерді дұрыстап гинекологпен ақылдаспай өз бетіңізше ішсеңіз де болмайды. Себебі ол дәрілер де гормондардың өзгерісіне әкелдіріп, сүт безі мен жатырдың рагіне әкелуі мүмкін.
климакс неше жаста басталады? Негізінен қалыпты климакс 45 жастан кейін 45-55 жас аралығында болса қалыпты болады. Ал 40 жастан басталса оны ерте климакс деп айтамыз. Ал 55 жастан кейін басталса климакс оны кеш климакс деп айтамыз. Ал 40 жасқа толмай 35 жастан кейін басталса оны уақытынан бұрынғы климакс деп айтамыз. Және көбінде аналық бездеріне операция жасалған әйел адамдарда климакс ерте болады. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийде қалдыруларыңызға болады. Мен барлығына жауап беремін. Немесе жоғарыдағы видеоларға кіріп көрулеріңізге болады.